Салауатты өмір ұзақ ғұмыр кепілі. Бүгін қаламызда жеңіс күніне арналған ардагерлер арасындағы облыстық спартакиада өз бастауын алды. Тартысты додаға өңірден 11 команда жиналып 9 спорт түрінен сынға түсті. Жарысқа қатысушылардың әрқайсысы бұл бәсекеге үлкен дайындықпен келгенін аңғартты. Сайыс барысында ардагерлердің ширақ қимылы мен қайсар рухы көпке үлгі болды. Күш атасын танымас дегендей, ел ағалары намысты қолдан бермей, тартысты додаға өз шеберліктерін паш етті. Жарыстың жоғарғы деңгейде өтуіне қолдау көрсетіп, ардагерлер спортының дамуына атсалысқаны үшін ардагерлер кеңесінің төрағасы, Тараз қаласының әкіміне, сондай-ақ Сарысу және Рысқұлов аудандарының әкімдеріне арнайы алғыс білдіріп, құрмет сертификаттарын табыстады. Біздің ардагерлердің өте белсенді екенін атап өткім келеді. Мына дәстүрлі спартакиадаға біздің мынау келіп отқан жеңімпаздар, ал енді күнделікті паркте, ескілерде, көшеде денесін шынықтырып жүретін қаншама ардагерлер бар. Олардың бәріне мыңда бір алғыс айтамын. Салауатты өмір салтын насихаттап жүрген азаматтарға мыңда бір рахмет айтамыз. Жалпы облыстық спартакиадаға Жамбыл өңірінен әр аудан қаласынан келген 11 команда құрамында 386-ға жуық ардагер спортшы жиналды. Жасы үлкен қатысушы ретінде Әлімбет Біржан көпшіліктің құрметіне бөленді. 1952 жылы дүниеге келген қария бүгінде 74 жасқа келсе де, сергектігі мен спортқа деген сүйіспеншілігін паш етіп, кейінгі буынға өнеге көрсетуде. Өзім спортшымын, өзім волейбол ойнаймын, барлық спорттың түріне қатысамын. Жылда өзім бастап қатысып жүрмін. 15-20 адам алып келеміз ауданнан. Жылда осы жарыстарға қатысып жүрміз. Жүлделі орындарға ие болып жүрміз. Облыстық ардагерлер кеңесіне, осы біздің облыстық спорт управление бөлімдеріне алғысымыз үлкен. Рахмет оларға, осындай бізге іс-шара ұйымдастырып отқан. Дода қорытындысы бойынша жеңімпаздар арнайы кубок, медаль және ақшалай сыйлықтармен марапатталды. Нақтырақ айтқанда, үшінші орын иегеріне 30 мың теңге, екінші орынға 40 мың теңге, ал бірінші орын алған командаларға 50 мың теңге көлемінде сыйақы табысталады. Бекзат Ашырбай, Мейрамбек Сағанов, Айдос Құстаубек, 24 News.